Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін сіздерге кореялық Вон Шин Йон режиссерлік еткен «Воспоминания убийцы» фильмі жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Айта кетейік, аталған режиссердің 7 дней подозреваемый атты жақсы кинолары да бар. Ол жайлы кейінгі шығарылымдарда айтатын боламын. Сонымен, фильм түнелден өтіп жатқан қартайған шалдың кадрынан бастау алады. Бұл оқиғаның соңы екенін бірден байқаймыз. Ал оқиғаның басы Ким атты кісінің деменция ауруына шалдыққаннан басталады. Ол жаймен есін ұмыта бастайды. Бұл өте қорқынышты ауру болатын. Оның жақын туыстары жоқ, тек жалғыз ғана қызы және полицияда істейтін досы ғана бар. Ол полиция бөліміне көп түсетіндіктен аралары жақсы болып кеткен. Ты меня знаешь? Как меня зовут? Ан Бё. Я не помню тебя. Похоже, все плохо. Ал қызы әрдайым ол жерден алып кететін. Ол ұмытып қалмас үшін әр қадамын диктофонға басып отыруы қажет. Папа, делай, как я говорю. Мне надоело вылавливать тебя на станции во время рабочего дня. Кейінгі кадр Кимнің дәрігер қабылдауында отырғаннан басталады. Ол бұл ауру көп жыл алдыңғы ұшыраған аварияның салдары екенін айтады. Сонымен, ол үйінде жаңалықтардан өзінің ауданында адамдардың сериялық өлімдері жайлы естиді. Оған таң қалған Ким неге екенін бірден аяқ киіміне қарап жүгіреді. Содан кейін Ким ноутбукқа отырып өлтіру жайлы естеліктер деп жазады. Сөйтіп бала кезін еске алады. Ол ішіп алған әкесінен көп таяқ жейтін. Күндердің күнінде Ким шыдай алмай, амалдың жоғынан әкесіне жауап қайтарады. Сөйтіп ол мәжбүрлі кісі өлтіру жайлы түсінік қалыптастырады. Өзі жаман адам деп есептегендерді өлтіре бастайды. Она забила до смерти свою собаку за то, что та проглотила яйцо с бриллиантом. Бездомный алкоголик использовал сбежавших из дома детей. Все они были недостойны жить. Ол деменция ауруына шалдыққан болса да ветеринар болып жұмыс жасай алатын. Бірақ біз көріп тұрған кадрда байқамай мысықты өлтіріп алды. Это последняя капля. Ал қызы Кимді өлең оқу үйірмесіне жазып қойған, ауруының емделуіне көмектесер деп. Люди понятия не имеют, что он несет. Прежний я уже закопал бы его. Поэт пленяет язык, подобно убийце. Мистер Ким, вы случайно никогда никого не убивали? Извините меня. Я просто пошутил. Үйірмедегі бір әйел Кимге жабысып, ағырын шығара бастайды. Я была так тронута ими, особенно вашей метафорой смерти. Вы же знаете, что это? Может, мне содрать с вас кожу? Кожу с меня? Кейін ол 17 жыл алдын соңғы рет адам өлтіргенін айтады. Себебі не екенін ести алмайды, бірақ авария болуына сол оқиға себеп екенін біледі. После аварии у меня начались проблемы с головой. Қысқасы, Ким үйіне қайтып бара жатып, беймәлім жас жігіттің көлігін түртіп алады. Оның багажнигінен қан ағып жатады. Ким оны десрамалымен сүртеді. Жас жігіт көліктегі бұғы екенін айтады. Ал Ким оған визиткасын беріп, оныкінде сұрайды. Бірақ қолы жауапсыз қалады. Сөйтіп ол жігітті диктофонына кісі өлтіруші деп жазып алады. Түнгі уақытта Ким полицияға хабарласып, болған жайтты баяндайды. Сөйтсе, жаңағы жас жігіт полиция болып жұмыс істейді екен. Сондықтан әріптестері жігіттен күдіктенбейді. Артынан ол Кимге хабарласып, күдіктенетін ештеңе жоқ екенін айтады. Это все ничего не значит, поэтому просто забудьте. Бірақ Ким ақымақ емес. Оның кісі өлтіруші екенін біледі және өзінің жеке зерттеуін жүргізе бастайды. Ким, мен ол болсам не істер едім деп ізденісінің арқасында жас қыздың мүрдесін тауып алады. Сегодня утром в Ивольском водохранилище в Канхва была найдена убита еще одна 20-летняя женщина. Келесі күні жас жігіт мен мүрдені кім тапқанын бірден сезеді. Сөйтіп Кимді іздеп барып, қызымен танысып қалады. Он полицейский. Он стрижется у меня в парикмахерской. Сол уақытта Ким досынан жақында ғана өзі түртіп алған автомобиль иесін табуды сұрап жатады. Сейчас ты меня узнаешь? Как меня зовут? Ан Бён. Ван Бёнман. Ты сегодня ясно мыслишь. Это здорово. Ал кешкі уақытта Кимнің қызы менің көлігіне отырады. Содан кейін Ким байқамай өзінің қызын өлтіріп алайын дейді. Адам өлтіруді миы ұмытса да,
қолдары ұмытпағанын сезген Ким соңғы болған кісі өлімдеріне өзінің де қатысы болуы мүмкін деп ойлайды. Сөйтіп ол қызынан қарттар үйіне апарып тастауды сұрайды, бірақ Йонхи олай жасамайды. Кейінірек Ким өзінің қарындасына келіп, сонда қалғысы келетінін айтады, себебі қызына зияны тиюі мүмкін. Оны ренжітпес үшін үйірмеге барады. Сондағы әйел оған тағы да жағындай бастайды. Надо прекратить сюда ходить, иначе кончится тем, что я убью этого придурка. Может, подвезете меня? Қайтып бара жатып, қызы Йонхиді Минмен бірге көріп қалады. Сөйтсе олардың арасы жақындай бастаған екен. Жынданған Ким әйелді трассаның бойында қалдырып кетеді. Ертесі күні Кимнің досы темекі сататын қыз жайлы айтып қалады. Ол қыз жоғалып кетіпті, мүрдесі де табылмаған. Это последняя пачка, которую я у нее купил. Вот найду убийцу, тогда ее и выкурю. Содан кейін Ким сұраған көліктің иесі жайлы оның полиция екенін айтады. Владелец машины Мин Хэ-джу, он полицейский. О чем ты вообще? Ты опять ничего не помнишь? Сөйтіп ол өзінің соңғы запистерін тыңдап, қызына қауіп төніп тұрғанын сезеді және жігітпен отырған жерге барады. Бірақ ауруы ұстап көпшілікпен қосылып кино көруге кірісіп кетеді. Минмен кездеспеуін айтады, бірақ жас жігіт қызға әкесінің кісі өлтіруші екеніне күмәнданып жүрген айтып үлгерген екен. Подозреваешь меня? Конечно нет. Ты не убийца, как считает Мин Хэ-джу. Ертесіне Ким досынан қанды тексеруді сұрайды. Оған бір апта уақыт кетеді. Сол арада Ким қызына Минмен кездеспеуді бұйырып, Минге оның негізінде кім екенін білетінін айтады. Шал жақында Минмен жекпе-жекке шығатынын сезіп, дайындала бастайды. Папа, открой дверь. Мне скоро придется с ним сойтись один на один. Бірақ Ким әбден қартайып әлсіреген еді. Сондықтан ол медициналық білімін іске салу арқылы өлтіруді көздейді. Бірақ оның ауруы ұстап тағы да бәрін ұмытады. Сөйтіп Минмен қайта танысады. Сол арада өзінің кіммен сөйлесіп отырғанын білгендей Минге шабуыл жасайды. Бірақ бұл жай ғана фантазия болып шығады. Қызының мойнында қол ізін көрген Ким ізді кім қалдырғанын сұрайды. Содан Кимде тағы да күмән пайда болады. Он нас обоих мог убить. Ты это сделал. Я больше так не могу. Қызын ұмытпау үшін сүйретін моншағына салып алады. Сөйтіп досымен кездеседі. Қан бұғыныкі болып шығады. Надо мной теперь все смеются. Бір уақыт түнде оянған Ким қолы байлаулы, ал ноутбугын Мин оқып отырғанын көреді. Мин шалға күнделігін әлде қашан оқығанын, орамалдағы қанды да ауыстырып қойғанын айтады. Сонымен қатар өзі жасаған қылмыстарды Кимнің мойнына қою ниеті бар екенін жеткізеді. Жизнь — это ад. Ты скоро все забудешь. Ким ояна сала қызын шіркеуге жібереді, ал өзі Минді аңдуға түседі. Аңди жүріп ол жасырын үйге барады. Ол жерден Мин өлтірген қыздардың бейне жазбасын табады және оны досы полицейге алып барады. Не убивайте! Твою мать. Бірақ ол шалға сенбейді. Йонхи қайда деп сұрағанда шіркеуге қарындасының қасына жібергенін айтады. Алайда полицей қарындасының бұл өмірде жоқ екенін айтады. Ким оған сенбей қашып кетеді. Шіркеу орнына барады. Тек қираған ғимаратты ғана көреді. Сөйтсе, қарындасы сол кезде асылып мерт болған екен. Ким соңғы өлтірген әйелді де есіне түсіреді. Ол көзіне шөп салғаны үшін о дүниеге аттандырған өзінің әйелі еді. Йонхи да оның қызы болмай шығады. Содан ол барлығынан бір сәтте айырылып үйіне қайтып бара жатқанда авария болған екен. Ким үйінде оянады. Өгей қызымды өзім өлтірдім деген оймен өзіне қол жұмсамақшы болады. Сол сәтте қызының Минмен әңгімесін диктофоннан естіп қалады. Сөйтсе ол қолы байлаулы кезде диктофонды қосып үлгерген екен. Я всегда буду на твоей стороне. Я люблю тебя, папа. Не думал, что у тебя остался платок. Үйіне келген полицейлерден құтылып шығады. Қызын салып жіберген көліктің нөмірін еске алады. Досы полицейге қоңырау соғып, Миннің қылмыскер екеніне күмән жоқ екенін айтады. Полицей Миннің артынан аңдиды. Йонхи қамалған үйді табады. Қылмыскерді таптым деп темекісін енді шеге бастағанда Я его поймаю. Он живучий. Вот почему я редко убиваю мужчин. Хэ-джу, ары қарай соңын айтып
жеткізу қиындау. Сонымен Мин сырын аша бастайды. Біріншіден, оның басының бір бөлігі жоқ. Әкесі шешесіне күш көрсеткенде Мин қорғамақ болған, бірақ шешесі Миннің басынан жақсылап тұрып өтікпен ұрған екен. Не отец, а мама. Женщины все одинаковые, без исключения. Содан ол үйінен шығып көлігіне отыра бергенде Ким келіп соғады. Алайда Ким көліктен түсе сала үйге кіреді. Сол сәтте ауруы тағы да ұстап қалады. Сөйтіп Мин бұдан пайдаланып шалға шабуыл жасайды. Күрес. Жас және күшті маньяк кәрі бірақ тәжірибелі маньякқа қарсы. Мин шалдың көзінше қызын өлтірмек болады. Бірақ шал соңғы күшін жұмсап жас маньякты өлтіреді. Последних сил припечатывает сам себя к ковру. Это ты убил маму? Отойди! Ал Енхи шешемді сен өлтірдің деп Кимнен қашқақтай бастайды. Финал сәл біртүрлі болып қалған сияқты. Не плачь, в тебе нет ни капли моей крови, так что ты не дочь убийцы. Бірақ әкесінің күнәсіне қарамай қызы әкесінен хабар алып тұрады. Сонымен фильм Кимнің жындыханадан қашып, өзі алдын өлтіріп қойған жас маньякты қайта іздеп шығуымен аяқталады. Веряй своей памяти, Минхэджу все еще жив. Жалпы фильм ұнамды, қызық, күтпеген оқиғаларымен баурап алады, бірақ ішінде кішігірім қарама қайшылықтар бар. Мысалыға басты рөлдегі Кимді жақсы маньяк қылып қойған, ал негізінде маньяктың жақсысы болмайды. Егер оған мән бермесең, фильмді бастан аяқ бір деммен көріп шығасың. Бізді соңына дейін қарағаның үшін рахмет. Лайк басып, коммент жазып, тіркеле кет. Бұл бізге шабыт сыйлайды.